Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Дамир Мерей. Бүгін мен сіздерге Қарақыстақ тауының төнген қауіпті түсіндіріп өтетін боламын. Қарақыстақ тауының таза экологиясына келетін болсақ, бұл жерде тауларда, суларда, ауасы да өте таза болып келеді. Өзіңіз көріп тұрғандай, гүлдер де, ағаштар да жерден өсіп тұр. Бұл жер малдардың жайылуына өте қолайлы жер болып саналады. Бұл жерде ауасы да, суы да өте таза болып келеді. Бұл жерде ағаштардың, гүлдердің, өсімдіктердің алуан түрлері өседі. Бұл жердің зонасы дегендегісі, соны жері жасыл, тепе-теңдігі бар, және жануарларға өте қолайлы жер болып саналады. Бұл жерде тіршілігі өте керемет. Қарақыстақ тауының екінші мәселесіне келетін болсақ, бұл жерде алтын және тас өндірілетін болғандықтан, бұл жердің табиғаты да, ауасы да, суы да бәрі ластанған. Бұл жерде алтын шайылған су арықтар бойынша ағатындықтан, бұл жердің тауының ағаштары да, өсімдіктері де осы сумен суғарылып жатыр. Сондықтан біздің ағаштарымыз, өсімдіктеріміз сол сумен суғарылғандықтан тұрап жатыр. Ал карьерге келетін болсақ, бұл жерде жер қопарылып, бұл жерден тас қазылатын болғандықтан, біздің жеріміздің тепе-теңдігі жоқ болып тұрды. Бұл жерде табиғаты бұзылғандықтан, бұл жерде тіпті жануарлардың жайылуына да орын азайып жатыр. Жануарлар бұл жерде жайыла алмайды, шөпте, ағашта тым әсемдік жоқ. Екінші мәселеге келетін болсақ, бұл карьер. Карьерде тастар алынып, жер қопарылып, тастарды қазылғандықтан, жердің тепе-теңдігі азайып, жоқ болып жатыр. Ол тастарды сыртқа тасымалдап, біздің табиғатымыз бұзылып, және ауа райы күрт өзгерді. Соның салдарынан біздің ауа райымыз күрт өзгеріп, климаты да өзгеріп, бұл жерде біздің ауданда жер сілкінісі жиі болып жатыр. Онымен қоса бұл жерде біздің малдарға жайылатын орын да азайып жатыр. Қорытындылай келе, біз өзіміздің табиғатымызды қазірден сақтап, дұрыстап аялап жүретін болсақ, бұл біздің болашағымызға да пайдасы тиюі мүмкін. Сондықтан біз өзіміздің ғана емес, біз өзіміздің болашақ ұрпақтарымыздың да өмірін сақтай аламыз. Осымен мен өзімнің жұмысымды таныстырып біттім. Сіздерге көп рахмет, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.